Сәлем достар, сіздермен Айгерім. Бүгін біз сіздермен өте ерекше екі түрлі эстонский нан дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай. Бұл нанды бұрын соңды ешкім дайындамаған. Сіз бірінші болып дайындап, дәмін татып көріңіз, еш өкінбейтін боласыздар. Әлі алда көптеген ерекше рецепттермен бөлісетін боламын. Сондықтан каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Ең алдымен ашытқы қамыр дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге жылы су, ашытқы, қант және де ұн қажет. Енді осыларды араластырамыз. Жылы суымызға ашытқымызды, қантымызды салып араластырамыз. Ұнымызды қосатын боламыз. Енді бетін жауып 10-15 минутқа қойып аламыз. Енді ашытқы қамырымыз дайын болғанша екінші сұйықтығымызды дайындап алатын боламыз. Ол үшін жылы суға сметанамыз саламыз. Сметана менде 20%. Жылы болу керек. Енді араластырып аламыз. Енді бір жұмыртқамыз саламыз. Жақсылап араластырамыз. Біздің ашытқы қамырымызда дайын болған сияқты. Енді екеуін бірге қосып, жақсылап араластырып аламыз. Біздің сұйық массамыз дайын болды. Енді маған електен өткізілген ұн қажет. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Сол кезде қамырымыз жақсы көтерілетін болады. Енді осы ұнымыздың үстіне сұйық смесімізді құйып отырып, қамыр елейтін боламыз. Қамырымызды елеп алдым. Қолыма жабысып тұр. Сондықтан сұйық майдың көмегімен жинап басып алатын боламыз. Құрамдары описание бөлімінде жазылып тұр. Сол жерден көре аласыздар. Мінекей, майдың көмегімен қамырымызды жинап басып алдым. Енді қамырымыз толық дайын болды. Осыған бетіне целлофан кигізіп, немесе пищевая пленкамен жауып, көтерілгенше 1-1,5 сағат жылы жерге қойып қоятын боламыз. Мінекей, қамырымыз 1,5 сағатта әдемі болып көтерілді. Енді қолымызды майлап, табағымыздан қамырымызды шығарып алатын боламыз. Қамырымызды табағымыздан шығарып алдық. Мен екі түрлі нан жасайтын боламын. Сондықтан қамырымды теңдей екі бөлікке бөліп аламын. Мінекей, қамырымызды теңдей екі бөлікке бөліп алдық. Енді бір бөлігін шет жаққа ысырып қоямыз. Бетін целлофанмен жауып қойыңыздар, кеуіп кетпес үшін. Бірінші нанымыздың салмасына майда етіп туралған укроп, 2 дана чеснок. Чесногымыз майда күштен өткізілген және де ерітілген сары май қажет. Осы үшеуін қосып араластырып аламыз. Мінекей, жақсылап араластырып алдық. Енді нанымызды 4 бұрышты етіп жаятын боламыз. Қолымызды майлап. Оқтаумен жайсаңыздар да болады. Қамырымызды 4 бұрышты етіп жайып алдық. Енді осыған салмамызды жағып шығамыз. Мінекей, салмамызды барлық жеріне жеткізіп жағып шықтық. Енді осыны рулет тәрізді етіп дөңгелетеміз.
бірдей ораңыздар осылай. Жабыстырамыз ең шеткі жерін. Мінекей, қамырымызды рулет тәрізді етіп орап алдық. Енді осының ортасынан теңдей етіп бөліп алатын боламыз. Бас жағын қалдырасыздар. Толық барлығын бірдей бөліп жібермеңіздер. Бас жағынан кішкене қалдырасыздар. Мінекей, қамырымыздың ортасынан бөліп алдық. Енді осыны бір-біріне орап, өрім жасайтын боламыз. Енді осылай домалақ етіп, екі жағын біріктіреміз. Мінекей, нанымыз пісуге дайын, бетіне жұмыртқа жағып шықтым. Енді осыны қызып тұрған пешімізге 180 градуста 20-25 минут пісіріп алатын боламыз. Енді екінші нанымызды бастаймыз. Бұл нанды тәттірек еткім келеді, сондықтан салмасына қант, корица және жұмсақ сары май. Осы үшеуін араластырып алатын боламыз. Мінекей, толық жақсылап араластырып шықтым. Енді қамырымызды жайып шығамыз. Алдыңғы нанымыздай төртбұрышты етіп жаятын боламыз. Мінекей, төртбұрышты етіп жайып шықтық. Қатты жұқа қылдырып жібермеңіз, орташа етіп жайып аламыз. Енді осының ортасына салмамызды жағып шығатын боламыз. Барлық жағына бірдей жеткізіп жағып шығыңыздар. Мінекей, салмамызды толықтай жағып шықтық. Енді осыны рулет тәрізді етіп орайтын боламыз. Ең шеткі жерін жабыстырамыз бір-біріне. Мінекей, дайын. Енді осының ортасынан теңдей етіп бөліп шығатын боламыз. Бір шетін қалдырасыздар тағы да. Мінекей, бөліп алдым. Енді осы екі шетін бір-біріне орап, өрім жасайтын боламыз. Мінекей, дайын. Енді осының бетіне жұмыртқамызды жағып, тағы пешіміздің табағына салып, 180 градуста 20-25 минут пісіріп алатын боламыз. Мінекей, достар, ерекше екі түрлі эстонский нандарымыз дайын болды. Өте дәмді әрі үлпілдек болып шықты. Келген қонақтарыңызға дайындап, таңғалдырсаңыздар болады. Сөзсіз ұнайтынына сенімдімін. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер, еш өкінбейтін боласыздар. Ас болсын.